Ассалаумағалейкум, үрдістас қазақ елім. Мұны көк жұп көк деп жатыр. Ағайындар, мен әжетхана сатам. Сыртқа шығарып қойдым. Енді бар ғой. Мысалы, ойлап қараңыз. Анада жұма күндері түсіріп жүрдім ғой мен. Тағы бір екеуі тұр міне. Екеуі тұр. Көрдіңіз ғой. Екеуі тұр. Осының үшеуі де міне 60 мың. Түспеймін. Ағайындар, ренжімеңіздер. Кеше мен хабарластым, тап бүгін 20 бүгін міне осы 27-сі ғой бүгін, да? 28-і ма? Келсеңіз, ана сырланғанды үйленге беремін деп біреуге айтып қойып едім. Енді мына осы видеодан кейін айтып жүрмеңіздер, маған түсіңіз деп. Мынау 70 мың ағайындар. Жалпы 70 мың ғой. Қараңыздар, ағашта қымбат ауыр сосын. Көрдіңіз бе? Тазаланған, қап-қара, анада біреу айтып еді, қап-қара деп. Ішін көрсет дейді. Ішін қалай көрсетемін ағайындар? Ішінді көрсете алмаймын мен. Келетін адамға келіп қарайды ғой. Мен көрдіңіз ғой ағайындар. Хабарласыңыздар. 87 47 658 30 01. Ішін көрсете қояды, бірақ қараңғы. Міне көрдіңіз ғой. Менің үйім. Мына неге, мысалы бүгін бейнероликте көрдіңіздер ғой. Депутат Бақтықожа Измұхамбетов та Атырау облысы Құрманғазы ауданының туып-өскен бекен, және әкімі болды, Атыраудың әкімі болды ма. Сол кісінің айтып жатқан сөзіңізді қараңыз. Мен таңертең кешке дейін жұмыс істеп жүрген мені қараңыз, мысалы да. Солай мысал келтіріңіздер шал. Сенбесеңіздер. Неге десең, біз деген есімізге жұмыс істейміз, олар деген депутаттарды қараңыздар. Бәле миллион ақша алады, еще пенсиядағы адам қаншама жалақы алады. Пенсиядағы адам, білесіздер ғой? Пенсиядағы адам. Ойлап қараңыздар. Зарплата алады, еще пенсия алады. Сонда 2 миллион 3 миллион ақша алады айына. Бізді қараңыздар. Мысалы, бізде де пенсияда жүрген адамдар бар, мысалы. Бірақ енді дата ойында ондай емес шығар енді ағайындар. Соны ойлап қараңыздар. Еліміз аман жұртымыз тыныш болсын. Мені WhatsApp-қа қосыңыздар. 8 705 217 29 87. Аман болайық.